Сәлем баршаңызға. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Азғантай уақытыңызды алатын, 2 сағатта дайын болатын пломбир тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамаңыздар, менімен бірге болыңыздар. Жасалу жолы: алдымен ыдысымызға жұмыртқа, құмшекер, 25% қаймағымызды салып, барлығын араластырып алатын боламыз. Араластырып алған соң, үстіне өлшеп алған кукурузды, крахмалымызды да саламыз. Менің каналымдағы әртүрлі оңай рецепттермен жасағыңыз келсе, описание бөлімінде барлығын граммен қалдырып кеткен болатынмын. Жазып, сол жерден қарап жасай берсеңіздер болады. Бір жасағаннан шығады барлығы. Енді оған ерекше дәм беріп тұру үшін ванильді салып, осылай газ печкасына қойып, баяу отта тоқтамай осылай араластырып тұрамыз қоюланғанша. Енді сары майымызды салып, жақсылап араластырып, салқындау жерге қойып қоямыз. Бетін полиэтилен пакетпен жауып. Енді тортымыздың крошкасын дайындайтын боламыз. Ыдысымызға өлшеп алған ұн, құмшекер, маргаринімізді салып, жақсылап қолдың көмегімен ұрбақтап крошка жасап алатын боламыз. Міне осында крошка пайда болды бізде. Енді оны жалпақта үлкендеу ыдысқа салып, газ печкасында баяу отта тоқтамай осылай араластырып тұрамыз. Осындай түске кіру керек. Енді оны жалпақ осылай патмызымызге салып, 5 бөлікке бөліп алатын боламыз. Осылайша араларын ашып, 5 бөлікке бөлеміз. Ыстық крошкамызды суйды, әрі барлығын бірдей етіп бөліп аламыз. Енді осылай дайын ыдысымыздың үстіне тортымызды жасауға форманы қоямыз. Бөліктерге бөліп дайындап алған крошкамызды бір шетінен әр бөлігін осылай салатын боламыз. Мен қазір мына жерде бір бөлігін салдым. Бір бөлігін салып, осылай лопаточканың көмегімен жақсылап жайып шығамыз. Осылай шет-шетінің барлығына тигізіп, енді дайын болып суып тұрған кремімізді оның үстіне салатын боламыз. Осылайша жайып аламыз.
Міне мен де соңғы крошканы жайып жатырмын уже. Осылай крем кож жасап тортымызды жинайтын боламыз. 5 бөліктің барлығын солай жасап шығасыздар. Міне енді кремімізді құямыз үстіне. Жақсылап осылайша жайып аламыз. Дәмі ерекше болып, дәмді болып шығады. Ауызашар кезінде де демде дайындалатын торттардың бірі. Тағы да бір крошкамызды салдық үстіне. Осылайша дайын болды. Енді 2 сағатқа тоңазытқышқа салып аламыз, дайын болады. Міне тоңазытқыштан алдық. Осылай формасын сақтап, әдемі болып шығады. Сіздерге де ас болсын.